Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өз қолымнан мынандай сыйлық жасағанымды көрсетемін. Бұны кейбіреулер жаман деп айтуы мүмкін, бірақ мен үшін бұл өте күшті. Мен бұны папамның туған күніне жасадым. Оның туған күні уже ертең болады. Бүгін 27 май күні болады. Бүгін 25-і. Міне. Мен ең бірінші дәптерде мынандай конфетти, ноталар істеген. Бұл басы онша емес бітқан жаман болып. Мен әдемі болған қаладым, бірақ жаман болып қалды. Мына жерін түрлі түспен боядым. Бұны полоска деп ойлап қалатын шығарсыздар, бірақ бұл полоска емес негізінде. Міне ең бірінші бетінде сыйлық деп жазып тұрады, сосын сыйлықтың суреті тұрады. Мына жерде жалғастырыңыз деп стрелка тұрады. Сосын мына жерде түрлі ноталар, конфеттилар бар. Мына жерде мен папам 46 жасқа толады, сосын 46 жас, торт, сосын түрлі подаркілер, туған күніңізбен деп жазылып тұр міне. Мына жерде сосын байқасаңыздар, осындай подаркаларды мен жабыстырып қойғанмын. Олар енді сән үшін мен жабыстырып қойғанмын. Сосын мына жерде түрлі мынандай ноталар бар. Сосын мына жерде 27 мамыр туған күн деп жазылып тұр. Кейін мына жерде енді жүректер келеді. Жүректер болады. Кейін мына жерде түрлі ноталар, мына жерде подарка да бар. Мынау үлкен торт. Міне клубничный апельсиновый торт. Мына жерде туған күн деп жазылып тұр. Кішкене ғана көрінеді камерадан. Туған күн деп жазылып тұр. Ал келесі бетінде мынандай туған күн деп жазылып тұр. Мынау праздник. Мына жерде ноталар тұр, міне подарка тұр бұл жерде. Мына жерде күн тұр. Міне, мынау нет, сондай. Туған күндерде ілінетін. Тағы мына жерде осындай торттар, дастархан. Кейін мына жерде сыйлық енді, мына жерде сыйлық, ноталар деп жазылып тұр. Кейін жүректер, міне нота. Мына жерде сыйлық бар, сыйлықтың ішінде ештеңе жоқ деп ойлап қалмаңыздар, мынау ашылады. Бұл сыйлықтың ішінде мына мен өз ойымнан шығарған өлең бар. Мен мына жағында да, және мына жағында да екі бетінде бар. Мынандай мен сән үшін үйсіп бояғанмын. Жарайды оқып берейін. Дүниеге келген күніңізбен құттықтаймын. Мен сізді аман жүріп, әрқашан қуанттыңыз сіз бізді. Сүйенерім әкешім, ұзақ өмір сүріңіз, жанымызда әрқашан тірек болып жүріңіз. Байқасаңыздар, мен енді мынау спальныйда тұрмын, жаңалде детскийде тұрған едім. Детскийде слишком ярко болып кетті, сондықтан мен осы жерде тұрмын. Ал енді екінші өлеңімді оқиын. Бақыт құса айналып күнде қонсын, құшақтарыңыз әрқашан гүлге толсын. Туған күн деп сіздерге арнап дос көтеріп, дос туған дос жаран бірге болсын деген. Өз ойдан шығармай, егер сіздер өз ойларыңыздан өлеңді шығармасаңыздар, онда оны интернеттен көшіруге болады деп айтам. Интернеттен көшірмедім. Мына жерде сыйлық ашыңыз деп тұр. Ноталар түрлі жүректер міне. Сосын мына жерде жалғастырыңыз стрелка тұр. Келесі бетін ашсақ, бұл жерде тілек бар, және келесі бетін көрсетіледі. Міне тілек, мына жерде түрлі мынандайлар, әдемі қағаздар жабыстырып шыққан. Мына жерде тілек деп түсіліп, мынау торт, жүрек, ноталар оқып беріңіз. Әкешім, туған күніңіз құтты болсын, жастан жасқа тола беріңіз. Жұмысыңыз одан да биік болсын, аспаныңыз ажық, жұлдызыңыз жарық болсын. Әрқашанда жүзіңізден қайтпаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Ең бастысы аман болып жүре беріңіз. Сүйікті қызыңыз Айда деген. Сосын мына жерде сүйікті түсіңіз жасыл деген, оның сүйікті түсі жасыл. Міне, мына жерде туған күніңізбен деп тұр. Мына жерде түрлі подаркалар, ноталар. Ал келесі бетінде мен папам 1972 жылы дүниеге келген. 1972 жыл мына бүкіл суретін салдым. Сосын соңынан кейін мына жерде мен
Менің сыйлық ұнады ма дегенмін, кейін әжірде я немесе жоқ деп дейді. Осымен енді менің сыйлығым бітті. Келесі видеода көріскенше пока-пока.